Менің ойымша, жалпы статистикалар бар. Сол кезеңдегі, сол алаштылар өмір сүрген кезеңдегі қазақ даласындағы, Түркістан территориясындағы мешіт медреселердің саны, ол жерде сабақ беретін ұстаздардың саны, немесе алаштылардың оқыған медреселер, мешіттер деген дүние тұрғысынан ешкім таласа алмайды. Ол кезде мұсылманшылық қазақ даласында басымдықта болды. Яғни алаш зиялыларынан кімді айтпасаңыз, ол өзінің сауаттылығын мешіт медреселерден ашқан ешкім жоққа шығара алмайды. Ал мешіт медреселерде медресеге баламды білдеп бердім деген кезде, ол медресе ол кезде тек қана дін ғылымымен айналысқан жоқ, ол медреседе жаратылыстану ғылымы, тіл ғылымы бәрі оқытылған. Яғни 3 бағыт оқытылды, біреуі тіл бағыты, біреуі дін бағыты, біреуі философия хикмет бағыты, яғни жаратылыстану бағыты. Сондықтан да орта ғасырлар шыққан ғұламалардың көбісі медреселерден білім алды, бірақ медресе деген сөздің қазақша мағынасы мектеп деген сөз. Сондықтан да біз қазір соңғы кезеңдерде мына 1846 жылдардан кейін қоғамда сондай бөліну пайда болды. Мынау дін адамы, мынау зайырлы адам деген, зиялы адам деген. Яғни бұл олай бөлінушіліктің қажеті шамалы. Менің ойымша кез келген адам, ислам дінде ондай нәрсе жоқ. Мысалы, буддизм дінде сондай дүние бар. Діндар адамға қойылатын талап бөлек, қарапайым адамға қойылатын талап бөлек. Исламда ондай нәрсе жоқ. Сен адам болсаң, Құдайдың пендесісің. Сен жаңа білімді алуың керексің, қоғамға игілікті жасауың керексің, Құдайдың алдындағы міндеттеріңді де орындауың керексің. Ол сен былай біреу, мысалы, молда Құран оқып берді, мен жауапкершілік құтылым, ондай жоқ. Сондай нәрсе исламда жоқ. Сол бір кейін арнайы түрде бөлінген дүние. Сондықтан да алаш зиялылары менің ойымша қарапайым азамат ретінде барлығы медреселерде, ауыл молдаларында сауаттыларын ашып білім алды. Кейін жоғары білімде әртүрлі салаларда оқыды. Біреу орман шаруашылығында оқыды, біреу басқа инженерлікті оқыды, басқа өзіңіз білесіздер. Сондықтан да бұл нәрсені біз қарсы қою қажет емес. Бұл жердегі қарсы қою бұл қазақтың ауызбіршілігін қамтамасыз ететін дүние емес. Өйткені мағжанда өлеңдер бар. Сенің алдымен білетін ең бірінші бір ғылымың, ол өзіңнің мұсылманша дін ғылымың дейді. Сондықтан да мұсылманшылықты оқуды да алаш зиялылары жоққа шығарды деп айта алмаймын. Ахмет Байтұрсынов қазақ әліпбиін жасаған кезде, егер араб тілін білмейтін болса, қазақ әліпбиін жасай алмаушы еді ол. Сондықтан да бұл жердегі оның бір жаңағы діндар қылып немесе дінсіз қылып көрсетумен біреудің ұшпаққа алып бармыз. Біз тарихымызды жоққа шығара алмаймыз, ол тарихтағы факт. Бірақ діндар қылып оны алға салып айдай беруде ол жақсы бір ұстын дүние емес, ол ақиқат дүние ғой, оны итермелеген сайын оның қадірі кетуі мүмкін. Сондықтан да қазіргі кезде қоғамда қалыптасып келе жатқан исламофобиялық көзқарастар осы нәрселерді арандатушылыққа алып барып жатқан жағдайлар бар. Мен мысалы алаш зиялыларының мұраларының біразын оқыдым деп айта аламын. Олардың шығарған сол кездегі қазақ газеттері Сәуле, Темірқазық, Айқап тағы басқа журналдардың біразын аудардым, оқыдым. Оның ішінде дін деген дүние бар. Бірақ енді қасаң діндарлыққа қатып қалған догматизмге қарсы болған дүниелер де бар. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Ол сын Абайда да бар, ол сын Шәкәрімде де бар. Кітапты молда теріс оқыр дағарадай болып сәлдесі, немесе Толстойдың алмаймын жаңа тырнағына, мың сопын алмаймын тырнағына деп Шәкәрім айтқан кезде, сол кезде сопылық құрып дін жасаған, діннің атынан сөйлеген адамдардың жаңағы топастығы, қоғамға жақсылық алып келмегендігі, дінді өз жеке бас мүддесіне пайдалануы, садақаның айналасында ойлануы, бұл ол кезде қазақтың ағартушыларын діндар болса да оларға ұнаған жоқ. Сондықтан ондай сындарды бұл дінсіз болды деп қабылдауға да болмайды. Ондай діндарлық, ондай жаңағы догматикалық ұстанымдағы адамдар қазір қоғамда да бар, болуы мүмкін. Оларға біз де сын айтуымыз керек. Ол дін ол емес, дін деген ол емес, ізгілік деген ол емес, Құдай деген ол емес, Құран деген ол емес деген сияқты. Ондай жеке пендешілікпен айналысатын адамдар әр қоғамда болады деп ойлаймын.